Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен кәдеден жасалатын осындай әдемі рулетті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мен осылай екі кәдіні алып, тазалап жуып алдым. Енді осылай теркадан өткізіп алатын боламыз. Міне осылай теркадан өткізіп алдым. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша тұз салып, жақсылап қолымызбен араластырып, мұжып аламыз. Осылай араластырып 10-15 минуттай қойып қойыңыздар. Яғни осылай суы бөлек шығады. Суы шыққан соң осылай кәділерімізді қолымызбен бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Енді бөлек алып алған соң мен кәдіміздің үстінен 3 жұмыртқамызды жарып жібердім. Және 2 ас қасықта осындай қаймақ, яғни сметананы салдым. Сіздер майлы айран салсаңыздар да өте әдемі болады. Яғни қаймақтың орнына жаңағы айранды салуға болады. Енді үшеуіні жақсылап араластыратын боламыз. Және мен ұн салып жібердім. Ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Описанияда барлық ингредиенттердің жаңағы миллиграмм, граммдары жазылған. Енді жақсылап біркелкі болғанша осылай араластырған соң, мен листімізге пергамент қағазını төсеп, осылай құйып алатын боламын. Және барлық жері біркелкі болғанша осылай реттеп аламыз. Яғни барлық жері біркелкі болуы қажет. Енді мен 200 градуста 20-25 минуттай пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңыздың градусына қарай пісіріп алыңыздар. Осылай сарғыштау түске кірген соң, мен духовкадан алып, суытып алатын боламын. Міне біздікі осылай суыды. Енді мен осылай майонезді алып алдым. Майонезді кесемізге құйып, оның үстінен укроппен осылай чеснокты майдалап алатын боламын. Сіздер өздеріңіздің кез келген көкөністеріңізді салсаңыздар болады. Петрушка, кинза салсаңыздар да болады. Енді үшеуіні бірге жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер майонез ұнатпайтын болсаңыздар, майонездің орнына ірімшік, яғни творожный сырды салсаңыздар да өте дәм керемет болып шығады. Барлық жеріне біркелкі жаққан соң, осылай қызанақты жұқалау етіп, осылай турап қойып шықтым. Енді біз рулетімізді осылай жақсылап орап аламыз. Достар, ораған кезде аралары тығыздау етіп ораңыздар. Міне осылай орап, енді осылай пищевая пленкаға мен орап алатын боламын. Яғни араларын тығыздау етіп, жақсылап оралуы қажет. Міне осылай орап, сосын жаңағы екі шетіні де осылай пленкамен жауып қоятын боламыз. Егер сіздердің пленкаларыңыздың ені ұзындау болса, ол одан да тіпті жақсы болады. Енді 2-3 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін мен осылай алдым. Енді рулетімді сіздерге кесіп көрсететін боламын. Достар, міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше. Қонақ келгенде столға қойсаңыздар да столдың сәнін ашатын рулеттеріміздің бірі. Және құрамы да өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасауға болады. Міне осылай рулеттерімізді кесіп алдым. Енді тарелкамызға салып алатын боламыз. Достар, менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің каналымнан ерекше қарапайым рецепттердің түр-түріні көре аласыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.